Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 17 маусымға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Күн ашық ауада, танысуда, өз қойлар арасындағы қарым-қатынаста және сапарларда өте жақсы өтеді. Ол саяхат үшін, сондай-ақ үлкен сатып алулар үшін сәтті болады. Кез келген жердегі істер үшін қолайлы күн, жаңа заттарды сатып алудан бастап пәтерді жөндеуге дейін. Жеке тәжірибеңізді мақтан етпегеніңіз жақсы, сіздің сәтсіздіктеріңізге қуанатын адам жаныңыздан табылады. Күн әртүрлі азғыруларға толы болады және сіз өзіңіздің қолыңыздан не келетінін және қай жерде тоқта деп айту керектігін нақты түсінуіңіз керек. Кезең белсенділік көрсету үшін өте қолайлы емес, мүмкін болса демалуға тырысыңыз. Бұл күні тағдырлы шешімдер қабылдауға болады. Бұл қарым-қатынас жасауға, ақпарат іздеуге, саяхаттауға жақсы уақыт. Енді сізде қыңырлық оянуы мүмкін. Бұл сіздің айналаңыздың талғамына сәйкес келмейді және соның негізінде қақтығыс болуы мүмкін. Барлық салалардағы кез келген белсенді әрекеттерден аулақ болуға тырысыңыз. Уақытты бос әңгімеге жұмсағаннан гөрі үнемдеу жақсы. Бұл күні сіз белсенді әрекет етіп жетістікке сенуіңіз керек. Бұл махаббат іздеген бойдақтар үшін керемет кезең. Енді сіз өз шешіміңізді көрсетуіңіз керек. Күн азғырулар мен қызықтыратын мүмкіндіктерге толы. Егер сіз дұрыс шешім қабылдағыңыз келсе, өз қалауыңызға емес, жақындарыңыздың мүдделеріне көңіл бөлуіңіз керек. Күн өте жақсы болмауы мүмкін, өйткені тұрақтылық пен өзіне деген сенімділік болмайды. Денсаулық пен көңіл күй үшін басқаларға жеңілдік жасау мағыналы. Ішкі даусыңызға көбірек сеніңіз, әсіресе сізді алаңдататын адамдарға қатысты. Енді сіз қиындықтың қайдан шығатынын сезесіз. Ақшаны қарызға алмауға тырысыңыз, өйткені кейін оны қайтару өте қиын болады. Маусымның 17-сіне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».